Алдарыңызда адамның жалпы бұлшық еттері көрсетілген да мына жерде. Біздер бұлшық етпен де жұмыс жасаймыз. Бұлшық еттермен де жұмыс жасаймыз. Остеопат мамандары. Артынан қарағанда жалпы адамның денесі, мына жерде бұл берілмеген. Адамның денесі жалпы анатомиясында алдынан қарағанда, алдынан қарағанда, артынан қарағанда. Адамның денесінен жалпы бұлшық еттің сыртында біздің пакет сияқты қабықпен қапталған фасция бар бізде. Сыртында, бұлшық еттің сыртында. Бұл фасция адамның бүкіл денесін қамтиды. Бүкіл денесі қапталған сонымен. Бір ғана адамның ағзасы бар қапталмаған. Адамның көзі екен. Қалған барлық дене сол фасциямен қапталған. Кей жағдайларда, түрлі травмадан, түрлі жағдайға байланысты фасция тартылып қалып жатады. Бір жағына қарай тартылады да, содан адамның қозғалысы нашарлайды. Қозғалуы қиындауы мүмкін. Яғни ол фасциямен жұмыс жасап, оны қалыпқа келтіру керек болады. Біз сол фасциялармен де жұмыс жасаймыз. Миофасциальный релизинг деген техникалар бар. Техника ТТТ деп айтылады. Яғни біз сонымен организмді, адамның денесін қалыпқа келтірумен айналысамыз. Яғни босатамыз, қысып тұрған жерлерін жібереміз. Жалпы бұлшық еттер, байламдар бар, мысалы қаншама буындар бар да, аяқта, тізеде. Соның барлығымен жұмыс жасаймыз. Көбіне бірінші келген кезде біз осы дененің бәрін босатып, бүкіл фасцияларын босатып, байламдардың бәрін босатып, буындардың бәрін босатып, қай жерде проблема бар, одан кейін сол проблема бар жермен прицельно жұмыс жасай бастаймыз. Яғни бұлшық етпен, фасциямен жұмыс жасау туралы. Яғни остеопат мамандары осындай да жұмыстар жасайды.